Мен Әлімбек Арман 3 қаңтар 22 жылы Алматыға келген болатын. 4 күні жұмысқа шығуымыз керек еді. Жездемізбен бірге. 4 жұмыста болдық кешке дейін. 4 күн жат дем алып, азанда 5 күні 22 жылы тағы жұмысқа шығуымыз керек еді. Сөйтіп жездем өзінің цехы бар Ташкентке. Сояқта қалып, мен басқа жігітпен жаңағы Ашимова дей ма, сояқта бір көшеде ресторанда жұмыс істейтінбіз. Сварочный жұмыс. Алтын деген ресторан етін, ол кезде қазір аты ауысып кеткен шығар, сол кезде ауыстырып жатқан атын. Сояқ қарай беттеп, Ташкентский, кажется, Төле би ма, сояқпен жүріп, жол жабық болды. Азанда ол сол 10-да шамасы ма, 10-нан аса ма. Жұмысқа жете алмадық. Звондап едік, жездем хабарласты да егесімен. В общем, жұмыс болмайтын болды, қайтып келіңдер деді цехқа деді. Сөйтіп цехқа қайтадан бардық. Сол баратқан кезде жаңағы адамдарды көрдім, талпа шерушілерді. Не болып жатыр деп сұрап едім, алаңға жиналып жатыр, мирный митинг болайын деп жатыр деді. Сөйтіп жездеме шақырғанда жездем қайтып жездеме бардық. Жездем екеуміз Гранд базар дей ма, Гранд парк дей ма, сол жерде жұмыс істейтін әпкем. Сол жұмыс болмайтын болды, біз алып кеттік, мен алып кеттік деді. Сөйтіп Төле биден өте алмай, Сайран жақтан өте алмай, әпкем өзі жаяу келді бері қарай. Біз күтіп тұрдық жездеміз екеуміз. Сөйтіп сол жерде де сұрадық, жаңағы кетіп бара жатыр халықтың бәрі Төле бимен. Может, мен де қызығушылық танытымды, мен де барып көріп қайтайыншы деп ойлап, тастағы жақтан ба қосылдым базарды. Төле би бойында Тастақ дейтін базар бар еді, сол жақтан материал алып тұратын, соны білем. Сол елмен бірге, алаң қаяқта екенін де білмеймін, сол елдермен бірге барам ғой деп сөйтіп айтыр. Бұлай жүрді, айтыр. Көшелердің атын білмеймін. Содан уже қай жаққа барғанды да білмеймін, айтыр. Парк сияқты болды маған. Сол кездегі ойымдағы. Саябақ, талдар көп. Сөйтіп нелер басталды ғой деймін, жарылыс па бір бөлдер. Сол сасқалақтап бір адамдардың артына тығылып айтыр. Алдымдағы адам құлады, соның шитін алдым. Алдымдағы адам құлады деймін да, шитпен жүрген, мен солардың артында жүрген ба, тығылып. Сөйтіп құлады, соның шитін алып, қой құрысын қайтайық деп не алған кезде, сол маған да тиді ғой оқ, осы сөрді. Бір жігіттер айтыр көтеріп, аяғым салбырап, бір машинаға салып жіберді, 12-ші больницаға барды. Сол жақтан 1 сағаттай жаттық қойдым. Содан кейін операция жасап, 8 күні СИЗО қалып кетті. Қай жерге жарақат алдыңыз? Оны кейіннен видеодан көргеннен кейін, жаңағы резиденция жақ екен ғой. Жоқ, сіз қай жерге? Тізеден. Тізеңізде? Тізеден, сәл төмен. Бір оқ. Тес бетін сүйек талқандап өткен ғой. Оқ жарақат? Оқ жарақат, огнестрелдеп тұр. Енді мен ол кезде саябақ деп ойладым. Талдар болғаннан кейін басында тергеулерге де сөйтіп айтып жүрдім, саябақ деп. Кейінен видеоны көрсеткеннен кейін сол резиденцияны төгеген ғой. Ол кезде білмеймін, резиденция екен, парк, почта екен де білмеймін, ол жақта бар екен, әкімшілік бар екен де білмеймін. Енді айтыңызшы, жаңа өзіңіздің жауабыңыз айттыңыз, Тастақ базарынан, яғни Төле бидің бойынан қосылдым дедіңіз шерушілерге. Шерушілермен бірге осы алаңға жаңа резиденцияға дейінгі аралықта жол бойы бара жатқан кезде сіздердің жандарыңызда агрессиялық топтар, немесе жаңа агрессивті адамдар болды ма? Онда ешкімге байқаған жоқ ма? Бара жатқан сәтте осы жолда машина өртеніп жатқанын, немесе қирау, өртеу, ондай көрдіңіз ба? Көрген жоқ. Енді айтыңызшы, жаңа айттыңыз, шитті алдым дедіңіз. Ол шитті қайдан алдыңыз? Алдымдағы адам құлады, сол ұстап тұрған екен. Сол оқ деген мен де білдім ау, мен де қорғанайын деп, өзімді қорғау үшін алдым. Ал ол адам не үшін құлады?
білмеймін, ол жарақат алды деймін ол болса. Құлап жатты ғой деймін. Оқыс сол сәтте атылды ма, немесе оның алдынан бастап атылып жатты ма? Сол есімде жоқ, сол кезде атылыпты деймін. Сол кезде атты деймін. Сосын сіз сол кісіден кейін қанша уақыттан кейін сіз жарақат алдыңыз? 1 минут шығар содан Келесі уақыт яғни сізге деді ма? содан кейін 1 минут па 2 минут па сондай. Білмеймін, уақытын білмеймін. Ол кезде паника болды ма, шоковый состояние болды ма әйтеуір. В общем, көзім байланып қалды шынымды айтсам. Ешкімге көрмегендей көрмей қалдым ғой, в общем. Денсаулығыңызға қатысты неше операция жасалды? 3 операция жасады. 3 операция. 3 операция қай жерде жасалды? Ау? Операциялар қай жерде жасалды? Алматыда жасады ғой. Жоқ, қай мекемелерде? Бірінші 12-ші больницада, соң 2 рет 4-ші больницада. 4-ші больницада. Бір рет СИЗОда жатқанда барып жасады да. Сонан кейін подпискамен жіберген кезде сол кезде тағы өзім барып 8 күні алып кетті дедіңіз. 8 күні қайда алып кеттіңіз? СИЗОға Си-18 дейді, сол жаққа. Қанша күн жаттыңыз? Қанша уақыт жаттыңыз? 2 февраль күні жіберді ғой. 2 февраль күні. Айтыңызшы, сізге қатысты ең басынан бастап жауап қай сәттен бастап алмақсыз? Нақты есімде жоқ. СИЗОда да алды, больницада да алды әйтеуір. Сізге қатысты қылмыстық іс қозғалды ғой басында, иә, басынан? Айтыңызшы, осы аталған қылмыстық іс сізге қатысты қысқартылып еді? Негізі қысқартылып, несін адвокатыма берген қағазын, дәлел табылмады деп қысқартылған. Сол 22-ші жылы сентябрь, сол уақыттар ғой. Не себептен қазір қайтадан іс қозғалып, қайтадан сіз қазір сотта отырсыз? Өткені потерпевші ретінде не алғаннан кейін департамент полиция шақырып, тағы да нелер сұрақтар қоя бастады. Жаңа мені анау атқан адамды іздеп жатыр, бүйтіп жатыр. Соң мені Тараздан қайта шақыра берді. Соң Тараздан маған қиын болса қайта келіп жүресің ба? Арыз жазып, отказ бересіз, бәрі таппаймыз ол адамды деп. Сөйтіп мен де соны ойладым, мен Тараздан арыз беріп жүрген оны емес. Қол қойып бере салдым. Сөйтіп іс олар жаңағы арыз жазғанын тоқтатты да, арызын алып алды да, отказ берді деп. Сөйтіп содан кейін қайтадан қозғалды осы. Осы ма? Айтыңызшы, жәбірленуші ретінде сіз қай іс бойынша жәбірленуші ретінде танылған едіңіз? Аяғым оқ деген ғой. Өзінің арызы бойынша ғой, иә шамасы? Иә, Сіздің арызыңыз бойынша ғой, оқ деген бойынша. Яғни ол қай кезде орын алды? Жаңағы сізді арызыңыздан бас тарту туралы арызды қай кезде жазып алды полиция департаменті, және де ол қай уақытта орын алды десеңіз? Ол сол 23 айында ғой деймін, ұмытып қалдым шынымды айтсам. Қайтадан прокуратура шақырды ғой. Қайтадан прокуратура шақырды. Ол арызды сіз полиция департаментінде бердіңіз ғой? Оны жәбірленуші ретінде департамент полицияға қайсы екенін. Тергеушінің аты жөнін білмейсіз? Айтыңызшы, жалпы мынау қазіргі тағылып отырған сізге айып 2 бап бойынша тағылып отыр. 272-ші баптың 2-ші бөлігі, яғни жаппай тәртіпсіздікке қатысу. Және екіншісі 269-дың баптың 3-ші бөлігі, яғни ғимараттарға шабуыл жасау. Осы баптар бойынша өз айыбыңызды мойындайсыз ба? Менің жаңа 272-ні қатыстым ғой, рас, барғаным рас, оны мойындаймын. Анау 269 ба, оны мойындамаймын, өйткені мен оны резиденция екенін де білген жоқпын. Өрді әкімшілік бар екенін де білген жоқпын. Мен әшін саябақтың ішінде талдар болғаны, саябақтың ішінде оқ дейді деп жүрмін ғой. Вот ол кейін видео көрсеткеннен кейін барып тергеушілерден естідім, резиденцияның территориясы екенін. Сізге видеоны қай кезден бастап көрсетесіз? Сол тергеу бастаған кезде бірақ көрсетті. Қай айда? Сол 23 жаңа жылынан кейін 23 бас жағында. 23-тің бас жағында? Ұмытып қалдым уақыттарын. Яғни 1 жылдан кейін, иә? Енді айтыңызшы, 272-ші баптың мойындаймын деп тұрсыз. 272-ші баптың қай бөлігінде мойындайсыз? Мен ешкімге қиратқан жоқпын. Қатысуым ғана сол кінәлі болып, барғаным, қатысып қалғаным. Яғни 5-ші қаңтар күні барғаныңыз үшін ғана? Соны ғана мойындаймын. Сол үшін ғана сіз? Әйтпесе былай ешкімге
тас та лақтырған жоқпын, винка да тек қана жаңағы шит ұстағаным болып тұр. Шит ұстағанда сіз оны қару ретінде қолданған жоқсыз? Қолданған жоқ, мен оны өзімді қорғау үшін ғана. Қорғау үшін. Енді айтыңызшы, сол жаңа енді сіз айтып отырсыз ғой, саябаққа бардым деп ойладым деп. Саябаққа жаңағы шиттан басқа қолыңызда қаруға ұқсас зат болды ма? Жоқ, ешкімге болған жоқ. Ештеңе болмады. Әзірге сұрағым жоқ қой. Сізге жаңағы бейне жазба видеоны көрсеткен кезде сіз өзіңіз таныдыңыз ба? Иә, таныдым. Бейне жазбамен келісесіз ба? Келсем, таныдым, иә. Сіздің қатысуыңызбен айғақтарды оқиға болған жерді тексеру және нақтылау хаттамасы толтырылған болды. Нақтырақ айтсақ, сіздің қатысуыңызбен және сіздің қорғаушыңызбен болған оқиған жерге көрсету, жауап беру. Сондай болды ма? Болды. Өз еркіңізбен көрсеттіңіз ба? Иә. Бейне жазбадағы, бейне жазбаның жаңағы сіз айттыңыз ғой, шитті алдым деп. Сіз ол шитті жаңағы бір неге мекемеге немесе сол завод жақтан кіріп баратқан кезде, қай кезде алдыңыз шитті? Мен видеода фундаменттен асып барып сөрлерді алған ғой. Не себепті сіз ол жерге кірдіңіз? Мен жаңағы шок болдым деп отырмын ғой, елден артынан тығылып жүре бергенмін ғой. Сол жерде болған жағдайды сипаттап берсеңіз, жан-жақта не болып жатты? Ол кезде жаңағы тұман, сол кездерде әйтеуір граната жарылып дейді ма, сондайлардан әйтеуір қаяқтығыларын білмей, қаяққа шығарымды білмей, жаңағы алдымда бір топ адамдар болды, солардың артынан ілесіп жүре бергенмін ғой. Сол кезде шит алып отыр, ол кезде шитім жоқ еді, сол кезде алдымдағы жігітті құлап, соның шитін сол кезде алдым ғой. Шығып қайтып бартқан кезде маған уақыт еді. Сіздің жауабыңызға сәйкес, сіз айттыңыз жаңағы гранаталар атылып атты деп, сол гранат... Атылғанда естіліп атты бірақ. Естіліп атты? Бұлай қайқап түскен мен... Бірақ сіздің алдыңызда емес. Қандай да бір оқтар атылып жатты ма? Атылғанда әйтеуір тарс бұрыс деп бір дауыстар шығып атты егер оның. Бірақ сіз оған қарамастан жаңағы жерге кіріп бараттыңыз. Кіргенде жаңағы түсіндірдің ғой жаңағы. Мен шынында өрде шок, паника болғаннан кейін бір тентек қойлар құсап, елдер жаңа алдымда жігіттердің артынан ілесіп жүре бергенмін ғой. Солардың артына барып отыра қалған. Түсініңізді, сол жерде сіз кірген сәтте елдер жарақат алып жатты. Сол кісілерге сіз қандай да бір көмек көрсеттіңіз бе? Мен жаңағы алдымдағы жігіт құлаған кезде мен оның шитін ғана алғам. Болды, бұл содан кейін тұрып, қайтам деп ойлаған кезде ғана маған да бейді ғой. Көмектестім ба, ол көмектестім. Есіңізде жоқ. Шитті алып жүрген жаңа қалтанды алған сәтте сол адам сіз танисыз ба? Жоқ, танымын. Сіз Алматы қаласында қанша уақыттан бері тұрасыз? Мен сол кезде алдында жезімде ресторан бастаған декабрь айында 21-ші. Сол жаңа жылға дейін бітпей қалды да, 4-не кеп бітіріңдер деген егесі. Соған бола келгем сол ресторан бітіруге. Сіз негізі Алматыда тұрасыз ба? Жоқ. Таразда жездем осақта анда-санда бір заказдар, сварочный заказдар шыққан кезде шақырады, сол кезде келіп көмектесіп өтем. Алматы қаласы Ұлжан Ықшам ауданы Жалайыр көшесі 181. Өрде жездем тұрады ғой, арендада тұрады жездеммен әпкем. Сіз жездеңізбен бірге тұрасыз ба? Сол кезде сол жатам ғой бар. Сол жерде жаттыңыз. Түсінікті. Қанша адам болып кіріп баратқаныңыз, кіріп бара жатқанда есіңізде ме? Енді мен ол кезде шынында есімде жоқ, мен видеодан көрген кезде ғана көрдім. 7-8 адам да, сондай болды. Ол кезде мен басым миым істемей жүрді, өзі жоқ. Қорқынышқан. Отбасым 4 бала шағам бар, 3-еуі кәмелет жасына толмаған. Қолымда қарт анам бар. Ауылды жерде тұрам. Және де айтыңызшы, жаңа сіз өзіңіздің жауабыңызда айтыңыз, 3 рет ота жасалып деп, 3 рет аяғыңызға ота жасалу себебінен ба, мынау менің қолымдағы ұсынған деректер анықтамаңыз соны айтып жіберсеңіз. Я 3-ші группа инвалидность берді.
Сізге осы сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде мен қорғауында Қосай Мақамбаевқа қатысты қандай да бір сұрақтар сұрап не қылды ма, қызығушылық танытты ма тергеуші? Иә. Соны анықтап айтпаңыз сотқа, жаңа сіз өз жауабыңызды айтпаңыз сол туралы. Тергеуде жаңағы видеоны көрсеткен кезде алдымдағы отырған жаңағы бір жігіт ақ сумкасы бар, ақ сумкасы бар көрсетті. Мына жігіт танисың бе? Бүйтіп танымаймын мен бұл. Хотя суретін көрсетші десем, сол кезде айтты, Мақамбаев Қосай ғой деді. Өзі айтты тергеуші Мақамбаев. Мақамбаев Қосайды танисың ба деді. Танимын дедім, екеуміз бір камерада сөзді жатқанбыз дедім. Сол кезде танысқанбыз дедім. Оның алдында танымайтын ешкімді. Яғни қаңтар оқиғасы. Сол кезде видеодан көрсетті мынау. Яғни қаңтар оқиғасында сіз Қосанбаевпен таныс болмадыңыз, тек қана жаңағы жарақат алып, екеуіңіз бір камерада жаттыңыз. Камерада жаттыңыз. Камерада. Апарғаннан сол бір камерада. Ол жерде сізге қай бейнежазбаны көрсетті, анау неде больницада шалқасында жатқаны ма, көшеде жүргені ме? Жоқ, резиденция жақта. Резиденция жақтағы, не? Жақсы? Не деп жауап берді? Сіз не деп жауап бердіңіз? Жаңа Қосай туралы ма? Иә. Мына жігіт танисың ба деді, ақ сумкадағы. Иә. Мен танымаймын дедім. Танымаймын дедіңіз. Енді тергеуші жаңағы не көрсетті ма? Мына жігіт деп. Ақ сумкадағы мониторға. Ақ сумкадағы деді. Иә. Мына жігіт Қосай ма деп сұрады ма? Танисың ба деді. Танисың ба деді. Танымаймын деді. Сосын фамилиясын өзі айтты. Өзі айтты. Не деп айтты? Мақамбаев Қосай. Сөйтіп сұрады. Мақамбаев Қосай танисың ба деді. Иә. Мен ол кезде танымайтын, мен ол камерада танысқан деді. Иә. Болды соны сұрақ қойған. Жоқ, жаңа камера көрсетіп, Мақамбаев қой, сен танымай тұрсың ба деп солай сұрақ қойды ма? Ақ сумкадағы. Ақ сумкадағы. Именно сол мынау Мақамбаев Қосай ғой, танымай тұрсың ба? Кейіннен Мақамбаев Қосай ғой деді. Иә. Рахмет, сұрақ жоқ. Мен жалғастырайыншы сұрақты. Соны Мақамбаев Қосай ғой, танымай тұрсыз ба деп сұраған уақытта сіз не деп жауап бердіңіз, соны айтыңызшы. Ол бірінші Мақамбаев Қосай танисың ба деді. Иә. Содан кейін барып сол ғой деді ақ сумкада. Оған мен айттым, оған танымайтынмын. СИЗОда бір камерада жатқам, сол кезде танысқанбыз дедім. Иә. Мына суреттер сол деп айттыңыз ба, жоқ па? Жоқ, ол өзі мен түрін көрмеймін, қаяқтан мен танимын дедім. Танымаймын дедім. Танымаймын дедім. Жоқ, сұрақ басқа. Жоқ. Сізге сұрақ мынандай. Мен түсінгенім, сіз 272-ші бапты мойындайсыз. Бірақ ешкімге қиратқан жоқ, мен әшін қатысқаным ғана болып тұр. Сіз жаңа бір жауабыңызды айттыңыз ғой. Қызық көру үшін мына адам тобымен жүре бердім дедіңіз. Сол қызық көріп қай жерге дейін бардыңыз? Резиденцияға дейін бірақ бардыңыз ба? Сол барқаған білмей қаппын ғой. Ол бір жағдай шақпын, жаңа сіздің айтқан жеріңізде Гранд Паркта. Жоқ, Тастақ базарынан қосылдым. Ол шақырымдай жер бар ол жерде. Тастақ базарынан қосылдым ғой. Енді жалпы Гранд Парктың қасында болдым дедіңіз ғой. Ол әпкемді күтіп алуға барған кезде сол кезде көрдім ғой елдерді. Сол Гранд Парк мен Төлеби сол маңайда ғой қасында. Содан бардыңыз. Қай жерде ана атып жатты дедіңіз, тағы айқай естіп аттыңыз, соны площадьтен көрдіңіз ба сіз? Ой, площадьпен өткен жоқ мен. Сол резиденцияның түбі екен ғой сол. Түбіне барған уақытта. Сол кезде ғана, сол кезде түсіндім ғой. Бұрын неге келіп қалмадыңыз? Мен сол қайтам деген кезде оқып болды. Қайтқанда алдыға жүрмейсіз ғой қалай? Енді сот мырза өрді басым істемей қалды шынды. Паниковать еттім, шок болдым айтыр. Не істерін білмей жүрдім мен өзі. Қай қаттығыларын білмей жүрдім. Жоқ, мен сіздің сұрағыңыздан менде сұрақ болды. Қызық көрем деп бара жатыр. Басында қызық көрем деп, смирный дегенге барып қызық көрем. Әрине мүмкін. Ана барып қызық көріп бару, сол алтысында, ана жақта алтын жатыр, жарылып жатыр жарды, иә? Сол кезде адам сол кезде енді шошымай тұрып артқа қарай, мынау мен қызық емес, мынау жақсы нәрсе емес екен деп бұрылып артқа қарай келген жолыңызбен қайтарып кетпедіңіз бе деймін да. Соны сөйтпеппін ғой. Ал енді ана шитті неменеге алып жүрсіз? Шит жаңағы алдымда құлаған адам құлағаннан кейін оқ тиген шығар деп өзімді қорғау ретінде көтердім оны. Рас енді оны көтерген. Өзімді қорғайын деп маған да тиіп кетті. Бірақ бәрі тиді оқ. Үш рет операция алдыңыз, иә?
Üçüncü toprağı mügedeklik kaldı. Dürüst mü? Nasıl oturabilir? Tak, oturabilir misin? Orunmazın. Orunmazın. Sizce başka jarahat aldınız mı? Yok. Mügedekliğiniz var mı? Çok. Allah'ın yoksa? Olur. Evet, Kekilbayev. Evet. Jarahat aldınız mı? Yok aslında zaten. Allah'ın yoksa. Каранеев, Мен жарақат алдыңыз ба, мүгедектік алдыңыз ба? кесіп алып тастады, мүгедектік берген жоқ маған ешкімде. алу керек қой бәрін. Сен өзің Мен білмеймін, мен оны қалай алатынын хабарым жоқ ол. істеп дейді. Бірінші Ол енді сіздің мен естідім кешегі сіздің жауабыңызды. Енді адамға сондай операция жасаған, ауыр операция жасаған жағдай болатын болса, ол енді сіздердің больницадағы дәрігер, өзіңіздің барып жүрген, емделіп жүрген дәрігеріңіз бар, тұрған тұрғылықты дәрігеріңіз бар, керек болса учаскелік дәрігер бар, үйіңіздің қасында. Солар айту керек қой. Біз СИЗОдан кешірім сұраймыз, сот мырза. Бірақ біз СИЗОдан шыққан кезде мен сразу барғам, 12-ші больницаға сразу барғам. Мені қабылдамай қойды. Қаңтарға қатысқан адамдарда біз қабылдамаймыз деп жауап берген сол кезде. Алған документтердің бәрін через адвокат алдым. Да, жарақат алдыңыз, иә? Иә. Жарақат. Ауыр жарақат, тяжкий. Что-то удалил, Яичко удалили же. Ампутировали все. Жақсы. Отырыңыз. Алпысбаев. Жарақат алдыңыз ба? енді қазір барсам болады ғой, енді факультетіне болады. Какие? Қандай жарақат? Күйім сақтан қасына. Оқ тиді ғой. Оқ жарақат. Тяжко. Инвалид второй будет. Средний час. Удаление, удаление другой важно. Важно, считается тяжким. Средний тяжести. Мүгедектік берді ме? Алдыңыз ба? Он ты можешь обрести сектор, в текте. Поликлиника направление бар. Байкесиев. Түк жоқ. Аман есен. Құдай сақтады. Байкесиев. Құдай сақтады. Мына жерде мен дұрыс жаздым ғой, иә? 272-ні сіз мойындайсыз, солай ғой? Придет. А 269-ні мойындайсыз. Мамыров естіп отырсыз ғой? Мамыров. Естіп отырмын. Жарақат алғанмын, мүгедектік бар, иә. Қандай мүгедектік? Үшінші группа. Қалбай. Алдым. Қай жерінде жарақат алды? Аяқ қалғам. Бірақ жетінші больницадан әлгі сол ұқсас сол қаңтар градусшыларға не алмайды. Қабылдамаған. Білем, Жандарбек сұрайды ғой. Олар Жандарбек, сіз жарақат алдыңыз ғой? Я жарақат алдым. Ауыр жарақат қой, есі? Ауыр жарақат. Сот мырза, менікі де ауыр жарақат. Я жарақат. Правильно, конечно.